оқушылар, бүгін көркемдік сабағымызды бастаймыз. Бүгін сабаққа оқушылар түгел ме? Иә. Жарайды. Онда мен сендерге қазір сендерді сабағымызда екі топқа бөліп өткіземін. Сол себептен екі топқа бөліп алуым керек. Ол үшін мен сендерге қазір ортаға пазл тастаймын. Сол пазлдан екі сурет шығады. Сол суретті қалай құрастырады? Мысалы, бір суретті 5 бала құрастырады, 4 бала сол бір топ болады, екінші топ құрастырады, екінші топ болады. Қазір. Ал келе өрді. Мына мынау қиылып тасталған суды. Мына жаққа жарты, мына жаққа қарасында. Асықпай. Болды ма? Сендерді де болды ма? Демек, мына бұл не? Резетка емес, бұл орысша вилка, қазақша штепсель ашасы дейді. Демек, бесеуің құрдыңдар ма осыны? Бесеуің онда осы жерде бір топ болып отырмын. Сендерді болды ма? Болды ма? Не шықты сендерде? Резетка шықты. Вот, мен дұрыс. Демек, сендер осыны бесеуін құрастырыңдар, иә? Ол бесеуін бір топ боласыңдар, енді жайғасыңдар. Осыны топ болып отырды, бері қарай. Орнын алып кел. Бір топ резетка тобы және штепсель ашасы тобы болып бір топқа бөлінді. Ал енді маған кім айтады? Бұл осы құрылғылар қай жерде кездестіреміз біз? Үйде. Бұда не бар? Топ бар. Демек, осы жерден оқушылар біздің бүгінгі тақырыбымыз ашылады. Топ туралы. Яғни тұрмыстағы электр жабдықтары және электр арматураны жөндеу деген тақырыбымыз ашылады. Тақырыбымыз бұлай. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазір мына жаққа назар аударыңдар. Сабақтың тақырыбы тұрмыстық құрал жабдықтар мен электр арматураны жөндеу. Сабақтың мақсаты электротехникалық арматураларды және тұрмыстық құралдардың қарапайым жөндеу жұмыстарын жүргізу, электр тізбегіндегі ақауларды табу, есептеулер орындау үшін арнайы бақылау құралдарын таңдау және қолдану. Оқу мақсаты үй жағдайында электр тізбегіндегі қарапайым ақауларды анықтау және оларды жөндеу жолдарын үйрену. Міне. Ал енді мен айтып жатырмын. Жөндеу электр арматура. Электр арматура дегеніміз біз білеміз. Резетка. Мынау яғни ажыратқыш, қосқыш ажыратқыш. Мынау патрон, электр патрон, ал мынау жаңағы штепсель ашасы. Осыларды жалпылама айтқан кезде электр арматура деп атайды екен. Түсінікті ма? Ал енді тағы кішкене түсініп келейін. Бұл электр арматураны жөндеген кезде өзінің арнайы құралдары болады. Олар бұрағыш, кіші бұрағыш, қысқаш, жалпы қысқаш дейді. Мынаны тістеуік, яғни бұл сымды қияр. Домалақ қысқаш дейді. Бұл сымның ұшын домалатады. Мысалы, болтқа қатырады ғой, сымды. Сол кезде сымның ұшын домалатып болады. Мынау монтер пышағы дейді. Яғни бұмен не жұмыс жасалады? Сымды ұштайды. Сымның сыртындағы оқшаулағыш қабатын алып тастайды, ұштайды. Енді мынау бұл оқшаулағыш таспа.
изолента деп түсінесің дейді, оқшаулағыш тақсы. Енді бір көңіл бөлсеңдер, осы құралдардың барлығының сабы неден жасалған ұстайтын бөлесің? Оқшаулағыш материалдан жасалған екен. Оқшаулағыш материал не істемейді? Тоқ өткізбейді. Ал енді түсінікті болды, яғни осы құралдардың барлығының ұстайтын бөлігі оқшаулағыш материалдан жасалынған және ешқандай ақауы жоқ болу керек. Қауіпсіздік ережесі бойынша су қолмен, мысалы, су қолмен электр шамын бұрауға болмайды. Ақауы бар құралмен жұмыс жасауға болмайды. Мысалы, мынау сынған, бір жер жыртылған, ішіндегі темір көрініп тұрған құралдармен жұмыс жасауға болмайды. Мысалы, мынау бұрағыштың мынау оқшаулағыштағы алынып қалып, ішінде темір көрініп тұрса, онымен жұмыс жасауға болмайды. Сосын электр тізбегінде осындай жұмыс жасаған кезде міндетті түрде тоқты арқадан сөндіріп қою керек болады. Түсінікті ме? Ал енді осы қауіпсіздік ережесі бойынша сендерге мен бір не беремін? Тапсырма. Мына жерде құралдардың суреттері бар ғой. Құралдардың суреттері бар. Істеуге жарамды және жарамсыз. Осы жерде мен қазір екі топқа екі суретті бөліп беремін да, қолдарыңа маркер беремін, дұрыс емесін үстінен былай сызып тастап маған қайтып бересіңдер. Так, осы жерде маркер. Мына топқа маркер. Так. Мынау. Міне. Өздерің қараңдар. Тапсырма. Қауіпсіздік ережесі бойынша тапсырма. Дұрысын қалады, дұрыс емесін үстінен сызып тастайды. Болма. Болдыңдар ма? Сәне, үлкенде жоқ, сызбайсыңдар бүйтіп. Мынандай жоқ, бүйтіп тастамайсыңдар ма? Міне қарашы, мына балда қалай істеді, мына тоқын. Солай сызып беріңдер. Болды. Демек түсініңдер, түсінікті ғой. Неге дұрыс емес? Кім айтады мына тоқтан? Мысалы, мынау, не үшін дұрыс емес? Өйткені оқшаулағыш материалы жасалған. Дұрыс, яғни тоқ соғады, иә? Мына жерде мысалы мына пышақ. Қай жер дұрыс емес мына пышақтың? Мына жағы, иә? Бұл жерден темір көріп тұрып, адамды тоқ соғуы мүмкін. Жақсы. Енді ары қарай. Мен жаңа сіздерге айттым. Электр арматура мен арматураның жөндеу жұмыстарын үйренеміз. Ал онда, құрметті оқушылар, мына видео, бейне роликтен назар аударыңдар. Қазір бейне ролик қойып беремін. Мына жерде міне. Электр патрон қалай ашылып, қалай сым жалғалады? Жоқ, қарап біліп ал, қазір жалғайсыңдар қазір. Беремін мен сіздерге. Пышақпен ашқан кезде пышақты өзіне қарай бағыттама еш уақытта. Керісінше алға қарай бағыттау керек. Әне мен сымның сыртын ашық ішіндегі сымын көрсетіп. Ол не үшін істеп жатыр? Оны қазір ана электропатронға жалғаймыз.
мұқият көріп алыңдар, қазір осы тапсырманы орындайсыңдар. Бұл не? Ажыратқыш. Қажет бұраманы аламыз. Мысалы, мынау кіші бұрама жетпеді, сол үшін үлкен бұраманы алдым. Көрдіңіз бе? Сымның ұшы ашылады, ішіндегі жалаңашталынады, іші көріну керек. Назар аударсаңдар, пышақтың сыртында оқшаулағышы бар. Но не резет бар. Көрмек кішкене босатып аласың, өйткені ана жағы сым сыю керек. Так, бұл мынаған назар аударамыз енді. Осы электр арматураны жөндеу жағдайлары қай кезде орын болады? Жайдан жай жөндей береміз бе? Қай кезде ол ақаулы болып қалуы мүмкін? Айта ғой. Патрон? Мысалы, свет лампочка жанбай қалды. Оны айта қойшысың, қалай анықтаймыз? Лампочкадан ба, әлде лампочка деп қой, шам. Электр шам жанбай қалды. Электр шамдан ба, әлде патрондан ба? Қалай анықтаймыз оны? Бірінші мысалы, не істейміз? Лампочканы алып басқа неге су беріп патронға. Если жанса, то патрон істемейді. Патрон істемей тұрады, я? Ал керісінше болса ше? Если лампочка жанбаса, то лампочка істемейді. Лампочканы ауыстырып. Дұрыс айт. Түсінді ма? Яғни лампочка, электр шамды шешіп аламыз, жанбай тұрған басқа жанып тұрған үйдегі патронға оны ораймыз, я? Егер ол жерде жанса, демек электр шам істеп тұрды, ал біздің неміз істемей қалған болады. Патронымыз істемей қалады. Патрон істемей қалғанда қандай жағдай болуы мүмкін? Кім айтады сендерде? Қандай жағдай болуы мүмкін патрон істемей қалғанда? Көрдік қой жаңа, патронға не келеді? Тоқ келеді, яғни сым келеді. Осы сымның біреуі үзіліп кетуі мүмкін. Күйіп кетуі. Сол жағдайда біз не істейміз? Патронды жаңағыдай мына жолмен көрсеткендей ашып, оны тазалап қайтадан саламыз. Қандай жағдайда күйіп кетуі мүмкін ол? Өшіріп жаға берген сайын болады. Яғни
қысқа тұйықталу дейді. Ана жаңа бекітілген жер нашар қысылған болса, қысқа тұйықталу арқылы сол жер балқып кетеді. Бара-бара өзі сым ажырап кетеді. Ал мақұл электр патронды көрдік. Ал енді вилканың, резетканың ақауын қалай анықтаймыз? Мысалы, резетка тұр, біз алып келдікте зарядниктер көп болған жерлерде, мысалы үйде топқа телефонға зарядник қостық, телефон істемейді. Яғни зарядка істемейді. Не болмаса үтік сұқтық, үтік қызбайды. Қалай анықтаймыз оны, қандай жолы бар? Ақан айта қойсын. Егер сол зарядканы басқа резетка қылсақ, егер зарядка істеп тұрса, жаңағы резеткадан ақау. Ал істемей тұрса, сол жаңағы зарядкадан ақау. Зарядкадан не болмаса, жаңағы жабдықтан, ол үтік болуы мүмкін отыра берсе. Ол үтік болуы мүмкін, ол тоқ шайнек болуы мүмкін, ақау ол кезде одан болады. Ал енді үтік дедік, үтікте не бар сол шыққан кезде? Жоқ, үтікте, яғни не қазақшасы? Штепсель ашасы бар. Осы жерден де болуы мүмкін, штепсель ашадан болуы мүмкін. Ол, міне мынау, штепсель аша. Бұда да сондай, бұда да не істейді? Сым келеді, мына екі өзекке бекітіледі. Осы жерде біреуі шығып кетуі мүмкін. Не болмаса да түбінен не болған бар? Қиылып кеткен болуы мүмкін. Сол кезде не қалай жасаймыз бұны? Мынаны ашыларды бұл ана жерде көрсетілген. Сөйтіп сымды мына жерден қиып тастап, алып келіп кіргізіп, мына ашық шашылады ғой, сөйтіп ішіне жалғаймыз. Түсінікті ма? Қалай ақауды анықтау керек екені? Жақсы, түсінікті болса. Онда мен қазір сендерге екі топқа, мынау болды, мен араласылайын, екі топқа қазір не беремін? Бір топқа штепсель ашасымен электр патронды беремін, бір топқа ажыратқышпен не қалды бізде? Штепсель ашамен патронды. Қай топқа алып келеді? Мақұл, сендерге. Ал сендерге ажыратқышпен резетка. Не істейміз? Қазір осыны месінде құралдарды беріп, бұрағыш, тістеуі, сымды осыған жалғаймыз. Ашамыз, сымды ашып, осыған мен жаңағыдай көрдіңдер ғой жаңа бейнероликте. Сол сияқты жалғап беріп көрсетесіңдер бар. Мынау сендерге құшақ, тістеу. Мынау менде қиынға болады. Міне отвертка бар, бұрағыштар несімен, разметімен. Аша берді бастанда. Міне пышақ сендерге пышаққа абайлаймыз, пышаққа жұмыс кезде. Ағай, сым бересіз бе? Сым беремін. Мына сендерге екі сым, бірін алып тастайсың, өздерін ашулар керексің. Өздерін ашулар керексің. Асықпаймыз, пышақ, пышақпен жұмыс жасағанда қауіпсіздік ережесін сақтаймыз. Қатты бұрап шешіп жай болса да ашылады өзі. Сым кіретіндей.
мына жағында кітаптарын жинап жауып қойды кетіп жасап отыр. Асықпай жасайды, асықпай. О, жарайсың. Міне, ары қарай істей беріңдер. Қане? О, жарайсыңдар. Күшті. Қане? О, жарайсыңдар. Қане? Дұрыс болды. Ал енді оқушылар осымен бүгін сабақта не үйрендік? Осыған бір қорыту кері байланыс жасайық, иә? Ал оқушылар осымен біздің сабағымызды қорыта келе бүгінгі сабақта кері байланысқа шығамыз сендермен бірге. Оны Шалқат, сен маған көмектесесің. Балдардан бір еркін микрофон арқылы сұхбат алып шығасың. Рамазан нені білді? Су жолымен жұмыс істеуге болмайды. И сынған, жыртылған құрал салғыштармен жұмыс істеуге болмайды. Мұзат, осы сабақтың алдында не үйрендің? Үйдегі резеткамен 220 вольт дегенін білдім, және де қосқышпен қосқанда свет жанады, ода ток бар екенін білдім. Абузали, осы сабақта не үйрендің? Ағаларды анықтап олардың үй жақтарына резеткаларды жөндеп үйрендім. Милан, осы сабақта не үйрендің? Мен басқа қалаларды жөндеп үйрендім. Жақсы. Түсінікті демек оқушылар, бүгін біз үйде құрал жабдықтардағы ақауларды анықтау және оларды жөндеуді үйрендік. Білдім демек, алдын сендер токпен жұмыс, үйдегі жабдықтар токпен қалай жұмыс істейтінін біліпсіңдер. Енді ол жұмыстарды атқарған кезде қандай құралдармен жұмыс жасау керек, қандай құралдармен жұмыс жасамау керек, оны да үйреніпсіңдер. Ары қарай не үйренгілерін келетіндерін де білдік. Демек, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталады. Үйге тапсырма болады. Осы оқулықтардың осы тақырыптың аяқ жағында қауіпсіздік сақтау ережесі бар. Осы ережені үйде жақсылап оқып, жаттап келеміз. Рахмет.